Құрметті қала тұрғындары, сіздерді 1 мамыр Қазақстан халқы бірлігі күнімен құттықтаймын. Сәтбаев қаласы ақсақалдар алқасының атынан сіздерге мықты денсаулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Биылғы мереке өңір халқының үлкен қуанышымен тұспа-тұс келіп отыр. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев бұрынғы Жезқазған облысының аумағында жаңа Ұлытау облысын құру жөнінде шешім қабылдады. Облыстың құрылуы өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуына, мәдениетінің өркендеуіне үлкен серпіліс беретіні сөзсіз. Осыны сезінген өңір тұрғындарының қуанышында шек жоқ. Сол қуанышымыз ұзағынан болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, бейбітшілік заман болсын, тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын, мереке құтты болсын.